сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бәсекеге қабілетті ұрпақ, білікті маман, білім бәйгесі, сұранысқа ие мамандықтарды меңгеру туралы мағлұмат және ресми ақпараттық ғылыми көпшілік мазмұндағы мәтіндер және көркем публицистикалық шығармалардың берілуі. Сабақтың интенциясы: әлеуметтік тұрмыстық сала бойынша орындалатын іс-әрекет туралы сипаттама, тұжырым жасау, негіздеу және дәлелдер келтіру. Тапсырмаға кезек берсек, бірінші тапсырма. Мамандық тақырыбына синклин дайындаңыздар. 5 жолды өлеңнің құрылымы. Бірінші тақырыпқа қатысты бір зат есім, екінші сөйлем зат есімге қатысты 2 сын есім, үшінші сөйлем зат есімге қатысты 3 етістік, төртінші сөйлем зат есімді суреттеп толықтыратын 4 кілт сөз. Бесінші сөйлем тақырыпты сипаттайтын бір синоним не метафора зат есім болуы қажет. Екінші тапсырма. Өз мамандығыңыз бойынша 10 термин сөз жазып, мағынасын түсіндіріңіз. Үшінші тапсырма. Берілген мамандық иелерінің немен айналысатынын сәйкестендіріңіздер. Құрылысшы, жазушы, есепші, диқан, кенші, қорғаушы, аудармашы, елші, суретші, актер. Сурет салады, аударады, рөлді ойнайды, елдестіреді, қорғайды, егін салады, үй салады, есептейді, кітап жазады, кен өндіреді. Стильдердің ерекшелігі: ғылыми стиль, дәлелді зерттелген тура сөзді мағынада алу. Ресми іс-қағаздар стилі: ресми, анық, дәл, нақты. Публицистикалық стиль: шақыру, үндеу, нақтылық, мақала. Көркем әдебиет стилі: образды, эмоционалды, экспрессивті. Ауызекі сөйлеу стилі: сөздер мен сөз тіркестерінің еркін қолданылуы. Күнделікті сөйлеу стилі. Публицистикалық стильді шағын стильдерге бөлу жөнінде бірізділік байқалмайды. Дегенмен кейбір зерттеушілердің, мысалы Васильеваның дәлелдеуінше, мынадай шағын стильдерге жіктеледі. Ресми ақпараттық публицистикалық стиль, ақпараттық іс публицистикалық стилі, ақпараттық аналитикалық публицистикалық стиль, ақпараттық экспрессивтік публицистикалық стиль, бейресми ақпараттық жалпы публицистикалық стиль, директивалық публицистикалық стиль, салтанатты декларативтік публицистикалық стиль, таза публицистикалық стиль, экспрессивтік, репортаж публицистикалық стиль және де фельетон публицистикалық стилі болып бөлінеді. Стиль түрі: публицистикалық стиль қолданылатын аясы газет-журналдарда, жиналыстар мен митингілерде қолданылады. Мақсаты көпшілікке әсер ету, жұртшылықты қоғамдық мәні бар іске қатыстыру, санасына ықпал ету. Ерекшелігі: жұртқа үндеу, үгіт айту үшін қолданылады. Қоғамдағы маңызды мәселелер тақырып болады: саяси, экономикалық, экологиялық, мәдени, моральдық мәселелер. Сөз нақты, жинақы, тұжырымды құрылады. Экспрессивті, екпінді болады. Тыңдаушыларды немесе оқырмандарды сол мәселеге араласуға жетелейтіндей болып құрылады. Тақырыбына сай, көркем әдебиет не ғылыми стильге жақын болады. Ауызша, жазбаша болады. Ауызекі айтылғанда ауызекі сөйлеу стилінің сипаттарына ие болады. Стильге тән тілдік тұлғалар: экспрессивті сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер, тақырыпқа сай терминдер, жаңа сөздер, толымсыз сөйлемдер. Ғылыми стиль қолдану аясы: ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамалар жасағанда, мағлұматтарды жүйелеу, қорытындылау, заңдылықтарды ашу бағытында, техникалық жұмыстардың барысын тазалауда, дүниедегі құбылыстарды зерттеуде қолданылады. Қатаң логикалық желімен құрылады. Мақсаты: адамның ғылыми ізденісінен, зерттеуінен тапқаны ауызша және жазбаша жұртқа жеткізу. Ерекшелігі: дәлдігі, зерттелген сол тура мағынасында қолданылады. Стильге тән тілдік тұлғалар: ойы дәл, нақты әрі түсінікті етіп жеткізуді көздейді, тұжырымды түрде хабарлайды, эмоцияға, экспрессияға көп жол берілмейді. Ғылыми терминдер жиі қолданылады. Сөйлемдердің құрылымдық түрлері көбіне хабарлы сөйлем болып келеді. Өткен шақ пен ауыспалы шақ осы шақты жиі қолданылады. Ырықсыз етістікте жасалған баяндауыштар көп қолданылады. Мысалы, бидай құнарлы жерге егіледі. Төртінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: мен қандаймын? Екінші: мен таңдаған мамандық. Мен мамандықтар әлеміндемін. Төртінші сұрақ: менің жетістігім. Бесінші тапсырма: сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.
Алтыншы тапсырма, сөйлемге сәйкес жақшаның ішіндегі керекті сөзді қойып оқы. Биші, әнші би билейді, тігінші, етікші киім тігеді, балықшы шаштараз шаш қияды, мұғалім дәрігер бала оқытады, сатушы аспаз тамақ пісіреді, биші әнші ән айтады. Мақалдарды сәйкестендіріңіз. Кәсібі молдың, еңбек етсең ерінбей, өнерлі қол, еңбек түбі береке, ер дәулеті, еңбек адамды бүтіндейді, мал баққанға қайырымдылықпен айналысыңыз. Болашақта жоғары сұранысқа ие болатын ең жақсы мамандық жайлы эссе жазыңыз. Бұл үй тапсырмасы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.